Қайырлы күн баршаларыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді әрі тойымды кереметтей Гүлханның жасау жолымен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар, бірге әзірлейік. Ең алдымен Гүлханымыздың қамырын елеп дайындап аламыз. Ұнымызды електен өткіземіз. Ұнымыздың ортасын ашып, жұмыртқамызды құямыз. Үй температурасында тұрған суымызға тұзымызды салып, тұзымыз ерігенше жақсылап араластырып, осылай араластырып алдық. Енді сұйықтығымызды құйып, ұнымызға жақсылап араластырамыз. Қасығымызбен араластыру сәл қиын болғандықтан қолымызбен жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Артық ұн, су құймаймыз, қоспаймыз. Осылай қамырымыз біріккенше жақсылап иін қандырып отыра илеп аламыз. Қамырымыз сәл қаттылау болады. Осылай қамырымызды біркелкі болғанша жақсылап илеп алдым. Енді таза салфанымызға салып, 15-20 минутқа қамырымызды демалдыруға қойып қоямыз. Енді салмамызды дайындап аламыз. Пиязымызды ашып дайындап алған 4 бұрышты майда етіп турап аламыз. Осылай пияздарымыздың барлығын 4 бұрышты майда етіп турап дайындап алдым. Енді кеңдеу ыдысымызды алып, турап дайындап алған пиязымызды саламыз. Үстіне тартылған ет фаршымызды қосамыз. Дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышымызды қосамыз. Жақсылап салмамызды араластырамыз. Біркелкі болғанша. Осылай салмамызды жақсылап араластырып дайындап алдым. Салмамыз дайын. Енді илеп дайындап алған қамырымызды алып, ұн сеуіп, жақсылап иінін қандырып, бөліктерге бөлеміз. 2 зуалада шығады. Негізі мен кішкентай 3 зуала қылдым. Осылай жақсылап иінін қандырып, зуала қылып, екеуін бөлек қойып қоямыз. Екі қамырымызды, бір қамырымызды алып, бір келкі болғанша жайып аламыз. Ұн сеуе отыра, қатты күш салмай қамырымызға, 2 шетін ғана баса отыра қамырымызды жайып аламыз. Басында көптеу ұн сеуіңіздер, кейіннен ұн қажет емес көп сепкеніміз. Осылай қамырымызды бір келкі әдемі жұқа болғанша жайып аламыз. Қатты жұқа да болып кетпесін. Осылай қамырымды жайып дайындап алдым. Енді қамырымызды ұзын күйе, жайған күйе кесеміз. Осылай ұзынша етіп кесіп, қатты ұзын қып та жүрмеңіздер. Осылай қамырымызды ұзын қып кесіп алдық. Енді үстіне сұйық майымызбен қамырымыздың үстін майлап шығамыз. Осылай барлық қамырларымыздың үстерін майлап алдым. Енді дайындап алған фарштарымызды, салмамызды қамырымыздың бір шетіне, барлық шетіне бір жанына қана салмамызды салып шығамыз. Осылай дайындап алған қамырларымызға, қамырларымыздың бетін майлап, үстіне салмамызды салып, енді бір шетін қайырып, жинап шығамыз. Сонда Гүлханымыз осылай жиналып шығады, әдемі болады. Осылай барлығын жинап дайындап аламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы көрсетіп жатырмын. Осылай қамырымызға майлап алған салмамызды саламыз. Бір шетін қайырып қамырымыздың, тағы шетінен бастап жинап шығамыз. Осылай әдемі болып шығады. Осылай барлығын дайындап алдым. Енді мантабаркымыздың астын майлап, дайындап алған Гүлханымдарымызды орналастырамыз.
осылай орналастырып, гүлханымыздың бетін майлап, қайнап тұрған суда 45 минутта пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер сіздерде. Барлық жанның көңілінен шығады. Осылай пісіріп аламыз. Осымен кереметтей гүлханымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Қош сау болыңыздар.